Ассалаумағалейкум достар, менің атым Лағат. Бүгін бізде практикалық тема америкалық брокерлік компания Interactive Brokers қалай тіркеліп шот ашамыз, сонымен танысатын боламыз. Сатысымен қай жерге не жазып не қоямыз, қандай құжаттар керек болады, толықтай айтатын боламын. Бастамас бұрын лайктарыңызды аямай, ерінбей басып жіберіңіздер, онсыз менің аудиториям өспейді. Бастыңыздарға рахмет. Кеттік ендеше. Қараңыздар, Interactive Brokers ресми сайты. Тілін орысшаға ауыстырайық. Interactive Brokers co.uk бұл Interactive Brokers компаниясының британиялық бөлімшесі. Қазақстандық клиенттерге осы бөлімше қызмет көрсетеді. Открыть счетты басамыз. Частное, совместное или IRA счета. Біз частныйға жатамыз. Заполнить заявку. Бастапқы мәліметтерімізді енгіземіз. Адрес электронной почты. Электронды почтаңызды енгізіңіз. Имя пользователя. Қандай да бір никнейм ойлап табыңыздар. Арман 777 дей салайын. Бұл уже алынып қойған екен. Арман 0117-ні ұсынады. Соны талдай салайын. Пароль ойлап табыңыздар. Парольді тағы рет жазамыз. Регион Казахстан. Создание счета басамыз. Енді электронды почтамызға өтеміз. Хат келеді. Счетымызды подтвердить етеміз. Енді жаңа ғана ойлап тапқан имя пользователя және парольді басамыз. Вход. Енді барлық мәліметтерімізді толтырамыз. Тип клиента. Частное лицо. Тіл орысша талдаймыз. Продолжить. Енді бұл анкетаның бәрін толтыруға тура келеді. Обращение. Мистер. Имя мысалға Арман. Арман ұлы. Арманов. Сіздер нақты мәліметтеріңізді толтырасыздар. Барлық жерге тек қана нақты шынайы мәлімет толтырасыздар. Адрес 1. Көшеңіздің атын жазыңыз, тұратын жеріңіздің. Адрес 2. Квартира 7. Дей салайын. Город Алматы. Алматы облысы. Почтовый индекс 05. Мына жерді оқыңыздар. Страна моего гражданства отличается от Казахстан. Қазақстанда тұратын басқа елдің азаматы болсаңыз, бұған галочка қоясыз. Казахстан не страна моего рождения. Қазақстанда туылмаған, бірақ дәл қазір Қазақстан азаматы болсаңыз, осыған галочка қоясыз. Телефон номеріңізді жазасыз. 7. Туған жыл ай күніңізді жазасыз. Семейное положение. Количество иждивенцев. Бұл сіздің қарамағыңыздағы, сіздің қамқорыңыздағы адамдардың саны. Балаларыңыз болуы мүмкін, немесе жасы үлкен әже апаларыңыз, ата-аналарыңыз болуы мүмкін. Мысалға 2. Страна налоговой резиденции Казахстан и идентификационный номер налогоплательщика. Бұл бұрын бізде РНН деген номер болған. Естеріңізде болса, өзі бөлек жеке куәлік ретінде берілетін, кейін иінді енгізгеннен кейін оны алып тастады. Бірақ ол РНН номеріміз ешқайда кеткен жоқ. Ол кез келген салық төлеуші адамның басында болады, тіркелген. Оны білу үшін сіз өзіңіздің тіркелген жеріңіз бойынша салық комитетіне звондап, иініңізді айтып сұрайсыз. Менің салық төлеуші номерімді айтыңыз, немесе РНН, яғни. РНН дегеніміз регистрационный номер налогоплательщика. Болмаса оны басқа әдіспен білуге болады. Егер сізде РЦП болса, қазір көрсетіп жіберейін, салық кабинет KZ деген сайт болады. Сілтеме бойынша өтіңіз. Y типа ЭЦП басамыз. Егер бұл кнопка басылмаса, NCLR деген қосымша программа бар, оны қондырамыз, сосын басылатын болады. ЭЦП-ны қолданып жүрген, электронный цифровой подписті қолданып жүргендеріңіз көп шығар араларыңызда. Путь хранилище. Салық төлеушінің жеке кабинетіне кіреміз.
физлицоны басамыз. Енді парақшаның ең жоғарғы оң жақ шетіне қарасаңыздар, біздің мәліметтеріміз тұр. Соның ең шетінде РНН деп номеріміз тұр. Осы РНН номерлеріңізді копировать етіп алып, осы идентификационный номер налогоплательщика деген жерге қоясыздар. Ары қарай кеттік. Идентификация. Документті қайыл берді. Қазақстан. Тип документа жеке куәлік талдасаңыздар да болады. Бірақ мен загранпаспортты талдайын, оны талдауға да болады. Паспорттарыңыздың номеріңізді енгізесіздер. Срок истечения. Занятость не боласыздар. Мысалға, наемный работник талдайық. Мына текстті оқыңыздар. Қандай да бір брокерлік компанияда, биржада жұмыс істейтін, қандай да бір мәліметтерді білетін адамдардан туыстарыңыз, бірдеңелеріңіз бар ма дейді. Жоқ дейміз. Енді сіз жұмыс істейтін мекеме, ұйым немесе компанияның толық дұрыс атын жазамыз. Мысалға, ТО Инвест. Страна Қазақстан. Компанияның немесе ұйымның адресі, заңдық адрес. Кабинет номер 301 дей салайық. Қайталап айтам, тек қана шынайы мәліметтерді енгіземіз. Сфера деятельности, кәсіпкерліктің түрі, сіз жұмыс жасайтын ұйымның, мысалға производство дей салайық. Должность, қандай мәртебеде жұмыс істейсіз, бухгалтер дейік. Енді қараңыздар, маңызды жерге келдік. Источник благосостояния дейді. Сіздің кіріс көздеріңіз бұл. Наемный работник болғаннан кейін заработная плата автомат түрде талданып тұр. Енді қосымша қандай кіріс көздері бар, немесе жағдайыңыздың, байлығыңыздың куәгері болатын қандай мүлік бар, мысалға имущество талдайық. Квартира, үй бар шығар бастарыңызда. Доход от рыночных операций, мысалға мен соны талдайын. Мен басқа брокерлік компанияда тағы да счетым бар, ол жерден дивиденд, және акциялар өседі. Тағы да көптеген варианттар тұр. Наследство, подарок, қандай да бір құнды материалдар, картиналар бар шығар сіздерде. Мұрагерліктен қалған, сатып алған, ресми тіркелген. Немесе әртүрлі пособиялар, жұмыссыздық бойынша. Мен тағы да дивиденд деген талдап қояйын. Қараңыздар, қиындатпай, тек қана заработная плата, осыны ғана талдап қалдырсаңыз да болады. Менің жағдайымда мысал ретінде 4-еуі талданды. Бұның бәрін артынан құжатты түрде дәлелдеуіңізге тура келеді. Ары қарай кеттік. Базовая валюта, американский доллар қалдырамыз. Енді құпия сұрақтар ойлап табамыз. Мысалға, в каком городе вы поженились? Мысалға, фамилия вашего любимого политика деп қояйық. Назарбаев деп қояйық. Да? Бұлардың бәрін ұмытпас үшін Word-қа, Excel-ге жазып отырыңыздар. Және оны бұлтқа сақтап қойыңыздар кейін. Бірінші сатыны толықтай толтырдық. Продолжетті басамыз. Енді телефоныңызға SMS код келеді, бір жолғы, соны подтвердить етеміз. Ваш номер телефона подтвержден. Тип счета талдаймыз, маржин емес, наличный талдаймыз бастапқы сатыда. Доход и капитал. Годовой чистый доход. 40 000 доллардан аз деп, мысалға. Собственный капитал 20 000-нан 50 000 аралығында. Ликвидный собственный капитал. Бұғанда соны талдауға болады. Енді счет ашудағы мақсатыңыз. Рост, сохранение капитала и получение прибыли. Келесі торговое разрешение и опыт. Қандай да бір тәжірибеңіз бар ма? Трейдингпен, инвестициямен қанша уақыттан бері айналысасыз? Минимальный талдауға болады. 1 жыл опыт. Жылына 11-ден 25-ке дейін сделка ашам. Знания. Хорошее знание деп жазуға болады. Егер счет ашпай қойып қорқсаңыз, осылай толтырсаңыз болады. Опцион, бұл әзірше керек емес.
конверсия валюты осылай қалды. Дополнительные продукты. Қандай мысалға араларыңызда тәжірибесі бар адамдар болуы мүмкін. Опционмен, облигациямен, фьючерспен айналысатын мысалға, иә. Бұны талдауларыңызға болады. Талдамасаңыз да болады. Мына жерде текстті оқимыз. Қандай да бір ұйымның директоры болып есептелесіз ба дейді. Қандай да бір компанияның 10% үлесін иемденетін ниет күйінше қалдырамыз. Расширение счета бұған қатысып керек емес деп ойлаймын. Өйткені бұған рұқсат берсеңіздер, қатысушы болсаңыздар, сіздің ақшаңызды басқа қатысушылар пайдалана алады. Нәтижесінде сізге жылына қандай да бір пайыз түсіп тұрады, аз мөлшерде. Бірақ оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Соңғысы біз туралы қайдан білдіңіздер дейді. Мысалға, поиск дей салайық. Продолжить басамыз. Келесі сатысына келдік. Форма W6BN. Бұл Американың резиденті емес азаматтарға арналған форма. Осы формадағы мәліметтерге негізделе отырып, Америкадан салық тартылатын болады. Сізге түсетін дивидендтен, акциядан. Бұның бәрі автоматты толтырылып тұр. Мына жерді қараңыздар, право на налоговые льготы. Я подтверждаю, Қазақстанның резиденті екенін. Егер қандай да бір льгота болса, келісімшарт болса, Қазақстан мен осы ақш арасында, содан пайдалануға болады. Мысалға, дивидендтен азырақ салық тартуы мүмкін, 15% емес 10%. Бірақ менің күмәнім бар, қандай да бір келісім бар екеніне екі елдің арасына. Бірақ бұны талдайсақ ештеңе болмайды деп ойлаймын. Енді қараңыздар, ары қарай кетеміз. Мына жерде да деп басамыз. Барлық мәліметтер шын деп. Сіздер нақты шынайы мәліметтеріңізді енгіздіңіздер ғой. Бұл міндетті түрде. Ары қарай кеттік. Подпис. Қол қоямыз. Просто осы атыңызды, фамилияңызды, отчествоңызды жазасыз дәл солай. Қалай толтырдыңыз? Қараңыздар, келесі страницаға өтіп кеттік. Жаңа қол қойған кезде мен қате айтыппын. Арманұлы Арманов емес. Подпис деп тұр. Мына страницадағыдай қараңыз. Арманов деп басады екенсіз. Сосын продолжитті басасыз. Продолжитті басқаннан кейін осындай страница ашылады. Жаңа менде камерада үзіліс болып кетті, өкінішке орай. Енді келесі сатыға өттік. Мына парақшаны қараңыздар. Барлық мәліметтеріңіз келді, жиналды. Соглашение, бұның бәріне дұрыс белгі қойылды. Бәрімен таныстым дегендей. Енді тағы да бір рет қол қоюға тура келеді. Подпис. Тура алдыңғы страницадағыдай. Подпис, мында көрсетіп тұр. Арманов. Копировать етіліп қойылам екен, көрейік. Копировать етіп қойылмайды екен, жазуға тура келеді. Арманов. Дұрыс белгісі шықты. Продолжитті басамыз. Вот, мен негізінен аяқтап қалдық. Заявканың статусы тұр. Негізінен дайын дейді. Телефон номеріңіз тұрақтанды SMS кодпен. Енді қараңыздар, өтінімді аяқтау үшін дейді. Финансирование счета. Бұл счетты толтыру. Бұны қазір істеп керек емес. Счетты толтырып, бірінші счетты мақұлдасын. Оған біраз күндеген уақыттар кетеді. Біздің ең алдымен істейтініміз, мұнда жеке тұлғамызға дәлел болатын құжатты саламыз. Мен загранпаспортты талдадым. Жаңа, мысалға, загрузить документ. Мұнда паспорт деп тұр. Мен паспорт талдадым. Сіздер жеке куәлік талдаған болуларыңыз мүмкін. Соны басып, талдап, загранпаспортыңыздың немесе жеке куәлігіңіздің екі бетін сканирование жасап, PDF форматта осында саласыздар. Мына жерге де сондай, сіздің мекен жайыңызды дәлелдейтін қандай да бір құжат керек болады. Бұл жерге де қараңыздар, қандай құжаттар жарамды болады. Выписка из банковского счета, сіздің адресіңіз көрсетілген. Брокерский отчеттарда тұрады сіздің адресіңіз, соны салуға болады. Коммуналдық қызмет төлейтін біздің квитанцияда да адрестеріміз жазылған, соны салуға болады. Варианттар көп. Біреуін талдап саласыздар. Салғаннан кейін, мәлім бір уақыт өткеннен кейін, мүмкін 1-2 сағат болуы мүмкін, мүмкін 1 күн болуы мүмкін. Мына жерде де дұрыс белгі шығады, жасылға боянады. Сосын келесі сатысына өтесіздер. Әзірге ақша салып керек емес. Енді сіздің телефон номеріңіз, жеке тұлғаңыз, нақты тұратын мекен жайыңыз тұрақтанғаннан кейін тағы да бір парақшаға өтесіздер. Ол парақшада өзіңіздің кіріс көздеріңізді дәлелдейтін құжаттарды салуыңызға тура келеді. Мен өзіме счет ашқанда нені талдадым? Айлық жалақы, нарықтағы операциялардан кіріс, жылжымайтын мүлік, пайыздық өсімдер және дивидендтер. Айлық жалақыма дәлел ретінде мен
выписка из пенсионного фонда, соны салдым. Ол жерде де біздің қандай айлық алатынымыз туралы мәліметтер жинақталған, ол қабылданды. Сіздерге оны қалай алуды дәл қазір көрсетемін. Мүмкін білулеріңіз де мүмкін. Ол үшін электронный цифровой подпис керек. NPF сайтына өтеміз. Кез келген поисковикке басыңыз NPF деп. Личный кабинет. Кабинет физлица. Вход по ЭЦП. Сертификат талдаймыз. Қараңыздар, парақшаға өттіңіздер. Енді услуги басамыз. Получение выписки. Қандай периодқа керек? Талдай саласыздар. На почту болмаса скачать. Құжат компьютеріңізге PDF форматта жүктеліп түседі. Сіздің тұрақты айлық жалақы алатыныңызға осы құжат дәлел бола алады. Осыны салсаңыз болады. Немесе электронный цифровой подпис болмаса, сізде өзіңізге жауапты отдел кадрға барып, маған справка о заработной плате, менің айлық жалақым туралы анықтама шығарып беріңіз деп сұрайсыз. 12 айға 6 айға шығарып береді таңба басылған. Сол құжатты скан жасап, соны салсаңыз да болады. Егер кіріс көзіңіз ретінде тек қана айлық жалақыңызды көрсеткен болсаңыз, осымен бітеді. Ал егер мен сияқты одан басқа нарықтағы операциялардан кіріс, дивидендтер немесе имущество дегендерді, жылжымайтын мүлік дегендерді көрсетсеңіздер, оғанда құжаттар салуыңызға тура келеді. Имущество, жылжымайтын мүлікке мен нені салдым? Менің атымда квартира бар болған, сол пәтердің сатып алынғаны туралы келісім шарт, соны салдым. Ал нарықтағы операциялардан кіріске мен нені салдым? Менде Freedom Finance'та тағы да брокерлік шот ашылған. Ол жерде портфель бар менде, біршама компаниялардың акциясы сатып алынған туралы. Содан сіздің почтаңызға әр күні отчет келіп отырады, есеп келіп отырады. Соны салдым. Ал пайыздық мөлшерлемелер және дивиденд дегендерге оған да соны салдым. Оның бәрі өтті, қабылданды, мақұлданды менің жағдайымда. Осы құжаттарыңыздың бәрі салынып тексерілгеннен кейін сіздің почтаңызға хат келеді, шотыңыздың мақұлданғаны туралы. Жеке менің өз басымда бұл 15 күннен кейін келді. Сіздің жағдайыңызда одан тез болуы мүмкін, 1-2 күнде немесе одан ұзақ болуы мүмкін. Осыдан кейін сіз брокерлік шотыңызды толтырып, активтерді сатып алу жұмыстарын бастасаңыз болады. Өздеріңіз көргендегідей, бұл бір қатты күрделі жұмыс емес, әйтпесе бұл америкалық брокерлік компания, ешкіммен кезікпей-ақ, ешқайда бармай-ақ, бәрін тек қана интернет арқылы бітіруге болатындай қылып жасап тастаған, өте қолайлы. Келесі видеода мен сіздерге осы интерактив брокерстағы брокерлік шотыңызды қалай жылдам әрі ыңғайлы толтыруға болады, сол туралы видео түсіретін боламын. Бір өте оңай әдісі бар, сіздерді сонымен таныстыратын боламын. Бүгінше осы, сау болыңыздар. Видеоға лайк баспаған болсаңыздар, лайк басып қойыңыздар. Арнамызға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар.